Қазақ прозасына ерекше өрнек, ажайып сыр-сипат әкелген жазушы, ұлттық әдебиетіміздің алып бәйтеректерінің бірі, балалар әдебиетінің классигі Бердібек Соқпақбаев. Кейін өрісті, кемел ойлы туындылар қалдырған жазушының дүниеге келгеніне биыл 100 жыл толып отыр. Осыған орай, әдебиетіміздің жауһар жақұттарын насихаттап келе жатқан «Бір ел, бір кітап» акциясы аясында Бердібек Соқпақбаев туындыларын бірге оқитын боламыз. Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы 15 қазанда Алматы облысының Нарынқол ауылында өмірге келді. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын, кейіннен Мәскеуде жоғары әдеби курсты бітірген. Біраз жыл ауыл мектебінде бала оқытқан. Қазақ әдебиеті газетінде, Балдырған журналында, Шөкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясында редактор болып істеген. Қазақстан жазушылар одағында балалар әдебиеті жөнінде әдеби кеңесші болған. Шығармашылық жолын өлеңмен бастап, 1950 жылы «Бұлақ» атты жыр жинағын шығарған. Кейін балалар мен жасөспірімдерге арналған 20-дан астам әңгіме, повесть, роман кітаптарын ұсынды. Біздер бүгін кітап сүйер оқырманға классик жазушымыздың бізге қалдырған мұрасын таныстыратын боламыз. Балалық шаққа саяхат, менің атым Қожа, өлгендер қайтып келмейді шығармалары жазушының шоқтығы биік туындылары. Бұл шығармаларда жазушы өзі өмір сүрген заманның шынайы келбетін суреттеді. Сондай-ақ жазушының Аяжан, Жекпе-жек, Қайдасың гауһар туындылары жарыққа шықты. Қазақ киносының алтын қорына енген «Менің атым Қожа» фильмі сөз жоқ көркем классика. 1963 жылы экранға шыққан бұл туынды қазақ киносының бойтұмарына айналды. 1967 жылы балалар мен жасөспірімдерге арналған фильмдердің Канн қаласында өткен халықаралық фестивалінде «Менің атым Қожа» фильмі арнаулы жүлдеге ие болды. Жазушының тағдырымен ұштастыра жазған еңбектері тарихта таңбаланып тұр. Балалар әдебиетінің классика, көзі тірісіндегідей ұстаздығынан таймай, рухани азық беруін жалғастыруда. Өйткені оның артында әдемі әңгімелері, тартымды туындылары қалды.